Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін күйеуім, қызым үшеуміз түнгі кешкі прогулкаға шықтық. Негізі біздер кешкі прогулкаға өте сирек шығамыз, себебі кешкі уақытта ата-енем жұмыстан келеді, одан кейін олардың тамақтарын беріп, орнын жинап, қызымды жуындырып, сөйтіп жүргенде түнгі сағат 11-12 сөйтіп ары-қарай ұйықтаймыз. Әңгімеміздің қызып кеткені сондай. Кафетерияға қалай жеткенімізді білмей қалдық. Кофені с собой аламыз деп басында ойлағанбыз. Негізі мен латтеге, күйеуім американоға заказ берді. Және осындай пончикке тапсырыс бердім. Басында ойладық, с собой алып көшеде мүмкін шетін шығармыз деп. Кейін осы кафейняның сыртында өте әдемі кофе ішіп отыратын, демалатын орын бар екен. Сол орынға жайғасайық деп шештік. Әрдайым менің күйеуім қызымды үнемі далаға шыққанда по максимум өзі ұстап жүруге тырысады, себебі менің демалғанымды, менің көңілімнің жай болғанын қалайды. Міне осындай керемет отыратын жер бар екен. Дала бізде суық, сол үшінде ықтау жерге отырайық дедік. Кофемізді ішіп алып, ары қарай серуенімізді жалғастырдық. Кешкі серуен кезінде күйеуіммен прям по душам әңгіме айтып, өзіміздің алдағы мақсаттарымызды, одан кейін мен көбінесе өзімнің эмоциямды көбірек айтамын, себебі әйел адам үшін, үйде отырған әйел адам үшін өзінің ішкі эмоциясын айту, бөлісу өте маңызды. Баламен отырғасын жерде көп еш жерге шығып жатырған жоқпын, құрбыларыммен де сөйлесіп жатырған жоқпын. Сол үшін де көп нәрсенің барлығын күйеуіме айтамын. Және жолшыбай біздер сушиге заказ беріп қойған болатынбыз, дайын болғасын келіп алып кеттік. Бүгін өз-өзімізді солай еркелетіп жатырмыз, себебі ата-енем, қайын-інім барлығы ауылға кеткен болатын. Үйде өзіміз оңаша қалған уақытта бір-бірімізге уақыт арнап по максимум күнімізді, немесе сол бір кешімізді өте көңілді, ерекше по душам өткізуге тырысамыз. Негізі бұның барлығы менің күйеуімнің ақылдылығының, сабырлылығының және сондай отағасы ретінде өзінің қолдау білдіре алатындығының арқасында деп ойлаймын. Бір-бірімізге уақыт арнап жүрген кезде үйге қалай жеткенімізді мүлдем байқамай қалдық. Жолшыбай көп нәрсені видеоға түсіремін деп ойлағанмын, барлығы жайына қалды. Ең бастысы үйге аман есен келдік.